Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мына осы елімізде тіркелген барлық мешіттегі оқу ағарту, діни сауат ашу және сол діни уағыз насихатты бақылайды. Ол жерде істеп жатқан барлық имамдарымыз осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы сол сараптамасынан өтіп ол жерде қызмет етеді. Кейін мынау бізде 9 медресе бар. Сол 9 медреседе де осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында бекіткен кітаптар, бағдарламалар негізінде жұмыс жасайды. Ал енді қайырымдылық мекемеде діни сауат ашу жұмысын жүргізу ол заңмен тыйым салынған. Тәрбиеленушілер егер діни сауат ашқысы келсе, онда жақын орналасқан мешітке келіп, олар сол жерден тәлім тәрбие алу керек. Діни басқарманың өзінің медреселері бар. Сол медреселер біздің бүкіл Қазақстанға кадр дайындауға әлеуеті жетеді. Діни басқарма мешітте жұма өткізетін болса, мысалы, ол қайырымдылық мекемеде ұстаздар өздері сол жерде жұма намазын өткізетін болса, тағы бір жамағат өздерінің үйлерінде немесе ғимараттарында сөйтіп ғибадатханаға айналдырып, сөйтіп әркім өзінше бөлініп діни рәсімдер өткізіліп жатқан болса, олардың қолында бұйрығы жоқ. Олар муфтиден ешқандай бұйрық алмаған. Діни рәсім өткізуге, жұма өткізуге онда ешқандай құқы жоқ деген. Әркім өзінше бөлініп осында діни рәсімдерді өткізетін болса, онда бұл ертең біздің елдің тұтастығына үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Жұма намазын өткізудің өзінің шарттары бар. Біздің фиқх кітаптарында 6 шарт табылу керек дейді. Сол шарттардың бірі мемлекет тарапынан жұма намазын өткізуге рұқсат етілген арнайы бір орын болу керек. Ол енді мешіт. Екінші шарты ол жұманы өткізетін адам мемлекет тарапынан сол бұйырылған, рұқсат етілген имам болу керек. Бас муфтидің бұйрығымен мешіттің имамы, наиб имамы, азаншылары тағайындалады. Сол бұйрықты алған уақыттан бастап діни рәсімді ол өткізуге құқылы. Шеттен келген, кез келген ол идеология, діни ағым, жамағат түсініп, біздің салт дәстүр, бізден ғұрп әдетімізден бәрібір айрықша болады. Басқа елдің мәдениеті, басқа елдің менталитеті, басқа елдің шариғаты, басқа елдің ұстанымы бәрібір сонымен бірге келеді. Міне сондықтан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жалпы ағымдарға, жамағаттарға бөлінуге қарсы